Ал сәлем досым, қалың қалай? Егер монтаж үйреніп болсан, енді келесі кезекте біз бүгінгі сабақ, яғни YouTube-қа прямой трансляция жүргізбек болады. Ол үшін бізге не керек? Ол үшін ең алдымен бізге YouTube-қа сол трансляцияны жіберу үшін компьютер, әрине. Сіздердің өздеріңіз монтаж жасап жүрген компьютерларыңыз немесе ноутбуктарыңыз, оның бәрі бола береді. Сол компьютердің ішіне қандай программа керек? Яғни OBS. Кеттік, сол OBS-ті көшірейік. Яғни интернетке кіреміз, браузерге. Поисқа OBS Studio деп жазамыз. Studio. Бұл достар, OBS программасы тегін, ешқандай подпискамен сатып алып, бір жылдық подписка сатып алған қажет жоқ, тегін, ешқандай реклама шықпайды, өте ыңғайлы. Мінекей загрузкаға сақтаймыз. Мен бағана уже сақтап қойғам, уақыт алмайын дедім интернетпен, мен қазір Wi-Fi-мен отырмын. Сол үшін жарайды, сохранить дейік, бұл әзірге көшіріле берсін. Ол уже көшіп қойды. Папканы ашамыз. Мінекей OBS Studio кіреміз. Осыны установить етеміз. Мінекей шығып жатыр менде. Осыны басып сайын. Next. Бәрін по умолчанию орныта берсеңіздер болады. Өзі C-дискқа қарай кетеді, сразу program файлсқа қарай. Мінекей бізде орнатылып жатыр. Установкасы өте тез. OBS-ның өзінің установочный программасы 70 мегабайт, ешқандай ауыр емес. Любой интернеттен, даже Wi-Fi-мен, обычный телефон Wi-Fi-мен көшіре берсеңіздер де болады. Мінекей болды, launch дейді. Все, запускаем. Мінекей шықты. Оптимизируйте для трансляции вторичной для записи, оптимизируйте только дейді. Бұл жерлердің бәріне отмена дей салсаңыздар болады, ол бізге қатты важны емес. Мінекей қазір бізде көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде ноутбуктың дауысын алып тұр. Мен қазір сөйлеп жатырмын, ноутбуктың өзі микрофон алып тұр. Бізге ол негізі керек емес. Үлкейтейік. Ең алдымен режим студия басайық. Сосын настройкасына кіреміз. Настройкасында общий дейді. Мінекей русский, бұяқтан ешқайсысын тексерудің қажеті жоқ, өзінің OBS-пен сөйтіп тұра берген дұрыс. Вещание. Вещание дегеніміз жаңағы мына жерде әртүрлі платформалар болады. Міне YouTube, Twitch дейді. Обычный гейминг стримдардың бәрі сол Twitch-тан, YouTube-тан жіберетін болады. Бізге YouTube керек болады, YouTube таңдаймыз. Ключ потокын қазір қай жерден алу керек екенін сіздерге көрсететін боламын. Вывод бізде керек емес, аудио бәрі нормально. Видеоға келейік. Видеоны бізге неқтан базовый 1080, выходной деген тоже 1080-ге қою керек боламыз. Өйткені ол 1080 қабылдап, 1080 қайтадан жіберген дұрыс болады. 720 ол уже ескі. 30 кадр применить. Окей. Ал енді келесі кезекте YouTube-қа кіреміз. YouTube-қа обычный. YouTube ашылған болса, осы жақтан үстіңгі бұрышында андай жоғарыға тұрған стрелка болады. Добавить видео деген сияқты. Осыны басамыз. Осыны басқан кезде YouTube-тың несі автоматически творческий студияға жібереді. Мына көріп тұрғандарыңыз творческий студия, сіздің каналыңыздың YouTube студиясы. Бізге біз видео добавлять етпейміз, сол үшін қайтадан X басамыз. Сосын создать тағы да бар басамыз. Сол кезде начать трансляцию деген шығады. Осы начать трансляцияны басамыз. Осы жерде менюда 3 вкладка ашық тұрады. Шығып тұрады трансляция, веб-камера, управление. Біз бірінші управлениеға кіреміз. Осы жақтан запланировать трансляцию дейді. Тестовый дейді. Осыны использовать дей салсақ та болады, ол қатты важны емес. Кейін осы жерден өздеріңіз несін, обложкасын өтсеңіздер болады, датасын қойсаңыздар болады, уақытын қойып қойсаңыздар болады. Допустим, так, 25 дейік, сағат 9:00-ге дейік. Видео не для детей. Доступ по ссылке. Егер де сіздердің видеоларыңызда басқа ешкім көрмейді десеңіздер, доступ по ссылке қойғаныңыз болады. Для всех деген открытый доступ болатын болса, ол кезде уже сіздің подписчиктарыңызға прямой эфир жіберген кезде оларға уведомление келеді. Осындай осындай аккаунт, канал прямой эфир жасағалы жатыр деген. Создать. Мына жақта уже эфир несіне келдік. YouTube-тың окошкасына. Бұл жерде бізде мінекей ключ трансляция деп көріп тұрсыздар ғой. Бағана OBS-та бізге ключ керек болған. Осы ключ трансляцияны көріп алсаңыздар, әртүрлі сандар мен әріптердің жиынтығы. Осыны жай ғана копировать дейміз. Мінекей, копировать етілді. Енді OBS-ті ашамыз. OBS-тан настройкаға кіреміз. Вещание деген болады. Вещание деген, яғни біз осы жақтан камера, бүкіл заттардың бәрін алып, және YouTube-қа жіберу үшін. Ол кодты мына жаққа қосамыз. Ctrl-V вставить етеміз. YouTube RTMP осы тұр, болды. Басқа іштенке өзгертудің қажет жоқ. Енді біз OBS-ге ключ потокын қойып алдық, YouTube-тан настройканы жасап алдық. Енді бізге қандай құралдар керек болады, сонымен танысамыз. Так, бізге ең бірінші осы видеодағы, осы камерадағы затты
компьютерге енгізу үшін бізге арнайы карта захвата бар. Видео карта захвата бұл, яғни бұл обычный переходник емес, HDMI-дан там USB-ға жіберетін. Мына жағы Type-C, егер сізде ноутбуктарыңыз Type-C болатын болса, мына переходниксіз ақ тікелей Type-C-мен қоссаңыздар вообще күшті болады. Мен ноутбугымда Type-C жоқ, сол үшін мен USB-мен қосам. Бұның қызметі не? Бұның қызметі камерадан келген видео потокты, яғни видеоны, сіздерге ыңғайлы тілмен айтайын. Видеоны алып, ішінен конвертация жасайды. Конвертация жасап, USB арқылы OBS-тің ішіне видео сигнал жібереді. Мінекей, сіздерге көрсетемін. Қосамыз. Бір обновить етіп жіберейік. Устройствоны сағаннан кейін рабочийсін бір-екі обновить етіп жіберсеңіздер, өте жақсы болады. Енді бізде OBS-те 1, 2, 3, 4, 5, 6 окошко тұр. Предпросмотр, бұларды қазір камера қосқан кезде бұлардың несін айтып кетемін. Бірінші неде бізде сцена дейді. Бұл жаққа сцена қоса берсеңіздер болады. Плюс басып, екінші сцена добавлять етсеңіздер болады. Оның қайта удалить етсеңіздер де болады. Бізге бірінші сценаның ішіне екіншісіне орламыз. Источник дегеніміз, яғни источник біздің камерамыз болады. Камераның карта захватпен. Осы устройствоны тауып алуымыз керек ноутбуктың ішінен. Это плюсик кнопкасын басамыз. Устройство захвата видео дейді. Яғни ол бізде мынау. Осы устройство захвата видео. Осыны аламыз. Басамыз. Атын өзгертсеңіз де болады, жарайды. Бүйтейік. Камера. Ағылшынша камера дейік. Так, менде қазір біреу жалғанып тұрғаннан кейін, ол уже сразу автоматты түрде мені тауып алды. Мінекей. Мені көріп тұрсыздар. Мына жақтан көріп тұрсыздар, иә? Окей. Окей батырмасын басамыз. Все. Қарап тұрсаңыздар, предпросмотрда мен шығып тұрмын, ал программада мен жоқпын. Сол үшін біз режим студияны әдейі қостық, чтобы біз мына жақтан кез келген моментте өзгерте береміз. Одан кейін переходты бассақ, мінекей предпросмотрға кетті. Яғни предпросмотр программаға кетті. Яғни предпросмотрда сіздер өзгерте бересіздер. Программа, мынау осы программа. Бұл яғни осы программа яғни YouTube-ға кететін болады. Мінекей. Так, камераны дұрыстап алдық. Және де достар, егер де сіздер екінші жаққа тағы да артқы фонға бірдеңке қоям дейтін болсаңыздар, өздеріңіздің видеоларыңызды кішірейтіп қойып, арт жаққа сурет қоям десеңіздер, ода тұрған проблема жоқ. Қазір сіздерге көрсетемін. Тағы да плюсик басамыз. Барлығын осы плюсикпен баса берсеңіздер болады. Мен төбеден көрсеңіздер болады. Браузер дейді. Браузер бассаңыздар, мына жаққа интернеттің ссылкасын қоюға болады. Захват входного аудио потока дейді. Бұл яғни камерадан келген дауысты алып алсаңыздар да болады дополнительно. Захват выходного аудио потока дейді. Бұл яғни бұны басып, YouTube-тан YouTube болсын, любой өлең қосып қойып, пока что прямой эфир басталғанға дейін өлеңмен қызда тұрсаңыздар болады. Ол осы компьютердің өзінің системный звугын алып, бізге осы немен OBS арқылы YouTube-қа жібереміз. Бізге изображение дейік. Окей. Обзор. Менде загрузкада изображениялар болу керек. Қосып көрейін, қандай изображение бар екен. Обычный қарапайым, мынандай фонды алайық. Көк фонды. Так, көк фон мені жауып қалды. Көріп тұрғаныңыздай. Яғни өйткені бұл жерде каждый добавлять еткен устройстволар болса, мына жақта источник. Каждый қосқан источник ол үсті-үстіне шыға беретін болады. Ал біз оны өзіміздің астына жіберу үшін обычный монтажда қолданған сияқты слой болады. Мына бір слойлар. Бұны астына жібереміз. Міне, астына кетті. Енді мен камераны таңдаймыз. Предпросмотрда басып таңдай берсеңіздер болады. Байқадыңыздар ма? Предпросмотрда өзгерте бересіздер. Программаға пока жібермейінше ол жаққа кетпейді. Мені кішірейтіп қойсақ, допустим. Мысалы, мына жерде слайд бар дейік. Мысалы, тақырыптарыңызды қойып қойсаңыздар болады. Слайд осындай презентация жасап, ары қарай бүйтіп кішірейтіп қойсаңыздар да болады. Мінекей. Енді қараңыздар. Переход деймін. Мына жаққа кетті. Енді осы настройкалармен жасап болғаннан кейін бізге енді дауысты реттеу керек болады. Өйткені спикер айналып отырып камераның дауысын жазбайды, оған арнайы петличка керек болады. Мінекей. Бірінші сабақта айтып өткенімдей, бізде синхронды петличкаларын қолданамыз. Осы петличканы спикерге береміз. Бұл яғни передатчик дейді. Жалпы петличкалар екеу болады, передатчик, приемник. Екінші бізде приемник. Бұл приемникті бізде андай чистый звук жазатын Zoom H4 деген бар. Сіздер бұл қатты қымбат болатса, ең қарапайым Zoom H1-ді алсаңыздар да болады. Чисто осы үшін ол где-то 30-40 мың теңге тұрады, қатты қымбат емес. Бұларда Zoom-да вход-выход деген бар. Достар, бұл сабақта вход-выход деген логиканы түсініп алсаңыздар, өте ыңғайлы болады.
Главное, соның логикасын түсініп алу керек. Мінекей. Мына петличкаға бетейін қазір сіздерге көрінетіндей болсын. Переход жеріп қойық. Мінекей. Мына зумда, мінекей көріп тұрсыздар, арт жағында вход тұр міне. Кішкене точка көрдіңіздер ме? Бұл точка входа. Бұған яғни біз петличканы жалғаймыз. Петличканы жалғағаннан кейін, мына жерде мінекей line деп тұр. Көрсеңіздер, кішкентай мен line наушник тығатын. Бұл жаққа наушник тығып тыңдасаңыздар да болады. Немесе біз бұл жаққа AUX тығамыз, обычный выход. Және де осы выходты біз аламызда ноутбуктың мына жақта микрофон деген входы бар. Егер сіздерде ноутбуктарыңызда тек бір вход болса, наушник, микрофон деген AUX обычный біреу ғана болатын болса, мынандай переходник алсаңыздар болады. Бұл вообще көп тұрмайды, 500 теңге ғана тұрады ары кетсе. Осының микрофонына жалғаймыз переходникті. И осыны әкеп AUX-қа тығамыз. AUX-қа тыққаннан кейін міне менде уже мына жақта микрофонный вход дейді. Мен иә деймін. Свойствосына кіреміз. Realtek. Болды. Мінекей, яғни достар, Realtek таңдаймыз. Окейді басқаннан кейін мінекей шығып тұр. Бұл яғни дауысты қазір компьютерін алып тұрған жоқ. Дауысты на петличканы алып тұр. Қалай? На петличка зумға жіберіп тұр. Зумнан мына жаққа микрофонның входына тықтық. Мінекей қазір. 1, 2, 3, 4. Дауыс тексеріп аласыздар. 1, 2, 3, 4, 5. Бәрекелді. Енді барлығын дайындап болғаннан кейін енді запустить трансляцию дейміз. Кеттік. Мінекей, трансляция кетті. Міне астына қарап тұрсаңыздар, міне килобит в секунду дейді. Осындай міне 2600 килобит в секунду, яғни 2,6 мегабайт в секунд жеріп отыр. Процессордың қызғанын көрсеңіздер болады. Енді YouTube-қа барамыз. Мінекей, YouTube-тан байқасаңыздар, мен запланировать едім ғой, содан кейін мына жақта әлі кнопка шыққан жоқ. Мына жаққа міне келді, качество отличный дейді, потоктар келді, OBS-тан келіп отыр. Міне мені көрдіңіздер. Интернеттің скоростына қарай 10, 15, 20 секунд қайын задержка болуы мүмкін. Егер де 9, 10, 11 секунд задержка болса, ол идеально, сіздің интернетіңіз жақсы деген сөз. 30 да болады негізі. Міне отлично деп тұр. Көрдіңіздер ма? Мен сөйлеген, мен яқа енді кеп жатыр. Мен әдейі дауысын басып қойдым. Егер басатын болсам, қатты шығып кететін болады. Енді начать эфир басамыз. Мінекей, біз YouTube-тамыз. Сосын, мына жақта поделиться деген кнопка бар. Осы поделиться кнопкасын басып отырып, ссылканы қалған достарыңызға жіберсеңіздер болады. Мінекей. Скопируйтесь, болды. Обычный WhatsApp-қа кіріп, арға жібере бересіздер. Так, сонымен досым, мінекей біз YouTube-тамыз. Болды, бәрі нормально. Тек қана сізде осы YouTube-тан качествосын чек етіп отырсаңыздар болды, тексеріп отырсаңыздар болды. Және де сіз YouTube-ты ашпайсыз, ол кезде тек OBS-ты ашып отыратын боласыз. Мінекей, дауыстың кеп атқан несін қарап отыруыңыз керек болады. Дауысты тексеріп отырасыз. Яғни, тағы бір қайталап өтемін, сіздерге не керек болады? Камера, штатив, петличка, карта захвата. Әзірге біреу алсаңыздар болады. Егер бір камерамен ғана болатын болса, екіншісін алсаңыздар, екіншісін вообще күшті болады. Екі камерамен жұмыс істеуге де болады. Тағы да HDMI. Егер комплектте болмаса, HDMI алу керек болады. Мінекей, бізде сабақтарды түсіргеннен кейін, камера алыста орналасқаннан кейін, бізде мінекей осындай качественный қалың HDMI-лар алып қойдық. 15 метрлік. Сізге қатты 15 метр керек емес, 5 метрлік HDMI алсаңыздар болады. Бірақ качественный. Андай қызыл китайский HDMI, онда алудың қажеті жоқ, өйткені олар любой момент сізді ұятқа қалдыруы мүмкін. Сол үшін качественный HDMI алыңыз. Сонымен досым, бұл сабақ сізге түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше келесі сабақта кездескенше. Давай.